Ахмет Байтұрсынұлы, шал мен ажал. Орманнан бір шал қайтты отын алып, бүкшендеп көтер алмай өліп талып. Отынын жерге қойып біразырақ қисайып, жатты байғұс ойға қалып. Мен сорлы, өрікәрі, әрі жарлы, асырау, оңай емес елі жанды. Қартайдым, жалдан арға қайратым жоқ, бермеді, арлық құдай қалды. Болмаған, не қылғаным жаратқаным, бір шалға елі жанды қаратқаным. Төлермін, салық ақша қайдан тауып, қажетім бірін сайғым жаратпадың. Не жаздым, құтқармастай бұл бейнеттен, күнім жоқ, тілегімді қабыл еткен. Біреу кеш, біреу ерте өліп жатыр, келмей ме маған ажал қайда кеткен. Мұны естіп, ажал шалға жетіп келді. Шақырдың жана неге деді мені. Ажалды көрген шақта зәресі ұшып, шал байғұс сасқанынан былай деді. Жарайды, бәрекелді, қош келдің сен. Көзім аш, әрі-кәрі қуатым кем. Отырмын отынымды көтер алмай, арқалатып жібер деп шақырып ем. Шал болсын жасы жетіп жеңген қарттық, я жүрген жоқшылықтың зарын тартып. Сау жер жоқ, ағзасында ауруда, өлімнен тірілікті көрген артық. Кейбіреу көтер алмай жүрсе екенін, кейген сағатында тілейді өлім. Болады надандық пен зор күнәһар, ісінің құдіретін білмей